Hello students, how are you today? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз сіздермен ағылшын тілінде types of syllables не екенін талдайтын боламыз. Бәріміз білетіндей, ағылшын тілінде әрбір сөз буыннан тұрады. Буын бізде syllable деп аударылады. Ағылшын тілінде буынның негізгі 4 түрі бар. Бұл бізде open syllable, ашық буын, closed syllable, жабық буын. Үшінші түрі бұл бізде дауысты қосылған R әрпі, төртінші дауысты қосылған R әрпі қосылған дауысты. Ол дегеніміз қалай? Бірінші түріне тоқталып өтейік. Open syllable, ашық буын. So, the first type, бірінші түрі ашық буын. So, ашық буында тек бір ғана дауысты дыбыс болады. Оған қоса дауысты дыбыс буынның соңында тұрады. Ашық буын мен келесі дауысты дыбыстың арасында бір ғана дауыссыз дыбыс болады. Мысалы, ұсынылған суретке қарасаңыздар, бірінші дауысты дыбысымыз бұл бізде A. For example, plane, plate, name, Kate and Page. Бұл жерде дауысты дыбыс буынның соңында тұрады. O, Rose, Tony, phone, go. So, дауысты дыбыс буынның соңында тұрады. E, we, see, be, tree және green. Біз оларды ашық айтамыз, сондықтан бұл бізде open syllables деп аталады. The first one, төртінші дыбысымыз, бұл бізде you, tube, pupil, music. Ашық буын мен келесі дауысты дыбыстың арасында бір дауыссыз дыбыс тұрады. For example, tube сөзінде B, pupil, P, music, S. And the last one, ең соңғы дыбысымыз бұл бізде I. Мысалы, high, fine, white, fly, nine. So guys, it was the first type. Бұл бізде буынның бірінші түрі болды. Келесі қарастыратын түріміз бұл бізде екінші түрі. The second type is closed syllable, жабық буын. Жабық буында тек бір дауысты дыбыс ғана болады. Ал егер сөзіміз екі әріптен ғана тұрса, онда дауысты дыбыс дауыссыз дыбыстың алдында тұрады. Демек, буын міндетті түрде дауыссыз дыбысқа аяқталуы керек. Ал егер сөзіміз тек үш әріптен ғана тұрса, онда жабық буында дауыссыз дыбыс дауысты дыбыстың алдында және одан кейін тұрады. Оқушылар, ұсынылған суретке қарасаңыздар, бұл бізде closed syllable демек жабық буын. Map, cat, pet, flag, pen. Демек дауысты дыбыс дауыссыз дыбыстардың арасында тұрады. Біздің жабық буынымыз міндетті түрде дауыссыз дыбысқа аяқталу керек. Pet, mat, net, pen, hen. Is, tip, him, his, six, pin, film, it, win. Жабық буынымыз міндетті түрде дауыссыз дыбысқа аяқталады. O, stop, dog, not, hot, mop. Дауысты дыбыс дауыссыз дыбыстардың арасында тұрады. A, bus, but, not. U, put, bull, pull, push. Демек, біз сіздермен дауысты дыбыстарды созып айтпаймыз. So students, келесі қарастыратын буын түріміз, үшінші буын түрі, бұл бізде қалай жасалынады. Дауысты дыбыс
қосылған R. For example, A қосылған R әрпі. Екеуі қосылып, R созып айтамыз. R, car, far, march, park, party. Демек, дауысты дыбыс қосылған R әрпі. And the next one is E plus R. Екеуі қосылып, деп оқылады. Birds, herds, nerds, verb. Демек, R әрпінің алдында әрқашан дауысты дыбыс тұру керек. And the next one is I plus R немесе Y plus R. Екеуі қосылып, деп оқылады. Girl, bird, sir, bird, dirt. O plus R. Екеуі қосылып, O созып айтамыз. Port, third, effort, first. Демек, дауысты дыбыс қосылған R. And the last one is U қосылған R. Екеуі қосылып, деп оқылады. Turn, fur, curl, church. So guys, it was the third type. Бұл бізде үшінші түріміз болды. Демек, жасалу жолы дауысты дыбыс қосылған R әрпі. Келесі қарастыратын түріміз бұл бізде the first one, төртінші түріміз қалай жасалынады. Бұл жерде үшінші және төртінші түріміз өте қатты ұқсайды. Бірақ, төртінші түріміз дауысты дыбыс қосылған R, қосылған дауысты дыбыс. Мысалы, A қосылған R, қосылған E. Екеуі қосылып, air деп оқылады. For example, hair, dare, and care. Демек, R әрпі екі дауысты дыбыстың арасында тұрады. And the next one is E plus R plus E. Үшеуі қосылып, E деген дыбысымыз шығады. For example, here, mere. Демек, дауысты дыбыс қосылған R, қосылған дауысты дыбыс. The third one, үшінші, I, қосылған R, қосылған E. Ire, higher, dire, tire. O plus R, E. Ол бізде O деп созылып айтылады. More, core, adore. And the last one is U, қосылған R, қосылған E. Үшеуі қосылып, U деп оқылады. For example, cure, poor, pure. So, it was the first type of syllable. So guys, бүгінгі сабақта біз сіздермен буынның негізгі 4 түрмен таныстық. Демек, буынның негізгі 4 түріміз бар. Бірінші түрі бұл бізде open syllable деп аталады. Ашық буын. Ашық буын міндетті түрде дауысты дыбысқа аяқталады. Екінші түріміз бұл бізде жабық буын. Демек, closed syllable. Жабық буын әрқашан тек дауыссыз дыбысқа аяқталады. The third type is, үшінші түріміз бұл бізде дауысты дыбыс қосылған R. And the last one, төртінші түріміз дауысты дыбыс қосылған R, қосылған дауысты дыбыс. So guys, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сабағымыз сіздерге өте қызықты және түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіде көріскенше. Have a nice day. Goodbye.